Реал Мадрид командасының тарихы. Бұл әлем футболының алыбы Реал Мадрид. Әлемдік жалпы футболдың тарихындағы ең танымал және табысты клубтардың бірі. Оны бәріміз де білеміз. Испанияның астанасы Мадридте орналасқан бұл клуб 1902 жылы 6 наурызда құрылған. Сол уақыттан бері ол футбол тарихының ажырамас бөлігіне айналып, корольдік клуб деген атауға ие болды. Көбісі сұрайды, сол атау қайдан шықты деп. Клубтың алғашқы жылдары Реал Мадрид 1902 жылы Хуан Падрос пен оның ағасы Карлос Падростың бастамасымен құрылған еді. Ағайынды екі кісінің бастамасымен. Алғашқы жылдары клуб жергілікті турнирлерге қатысып, біртіндеп бедел жинап, 1920 жылы Испания королі 13-ші Альфонс клубқа Реал атауын беріп, ресми түрде корольдік мәртебе тағайындайды. Сол уақыттан бастап клубтың эмблемасына тәж қосылып, клубтың беделі жаңа деңгейге көтерілді. 1950-60 жылдар алтын дәуір, Реал Мадридтің нағыз тарихы 1950 жылдары басталды. Бұл кезеңде клубтың президенті Сантьяго Бернабеу болды. Оның бүгінде клубтың атақты стадионның атауында мәңгіге қалғандығын білесіздер. Бернабеудің басшылығымен клуб жаңа деңгейге көтерілді. 1955 жылы алғаш рет ұйымдастырылған чемпиондар кубогында, қазіргі УЕФА чемпиондар лигасы ғой енді, Реал Мадрид ерекше жетістікке жетті. Олар 1956-60 жылдар аралығында қатарынан 5 рет турнирдің жеңімпаз атанып, әлем футболының нағыз алыбына айналды. Осы кезеңде клубтың басты жұлдызы Альфредо Ди Стефано болды. Оны әлем футболының ең үздік ойыншыларының бірі деп есептейді. 1970-80 жылдарға тоқталайық. Өсу және дағдарыс кезеңдері. 70 жылдары клуб бірнеше рет Испания чемпионатын жеңіп алғанымен, халықаралық аренада айтарлықтай табыстарға қол жеткізе алмады. Алайда бұл кезеңде Реал Мадрид Испания кубогы мен Ла Лигада тұрақты түрде жеңіске жетіп, өз беделін сақтап қалды. 1980 жылдардың аяғында клуб атақты Quinta del Buitre деп аталатын ойыншылар буынымен танымал болды. Олар Эмилио Бутрегеньо, Мичел, Мартин Васкес, Мануэль Санчес және Рафаэль Мартинес болады. Бұл буын Ла Лигада 5 рет қатарынан жеңіске жетті. Реал Мадридтің 1990-2000 жылдар аралығындағы тарихына тоқталатын болсақ, осы жылдар аралығында Реал Мадрид үшін түрлі қиындықтар мен үлкен табыстарға толы кезең болды. Бұл 10 жылдықта клуб испан футболында өз орнын нығайтып, еуропалық аренада тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Бұл өте бір керемет кезеңдердің бірі болды десек те болады. 90 жылдардың басында кезеңді асулар пайда болды. 90 жылдардың басы Реал Мадрид үшін Испания лигасындағы үстемдікпен басталды. Клуб Ла Лигада 86-90 жылдар аралығында 5 рет қатарынан чемпион атанған еді. Бұл кезеңде команданы Quinta del Buitre деп аталатын жұлдызды ойыншылар буыны алға сүйреді. Олардың ішіндегі ең жарқын жұлдыздарының бірі Эмилио Бутрегеньо болды. Алайда 1990 жылдар басталғанда Quinta del Buitre буынның дәуірі аяқталып, команда қайта құрылмауды қажет етті. 1994 жылы клубқа Хорхе Вальдано бас бапкер болып келді. Оның басшылығымен Реал Мадрид 94-95 жылғы маусымда Ла Лига чемпион атанды. Бұл уақытта команда құрамында Рауль Гонсалес есімді жас талант жарқырап шыға бастады. Рауль болашақта клубтың символдарының біріне айналды. Гол соққан кезде осылайша сақинасын сүйетін. 1996 жыл президент Лоренцо Санс және қайта өрлеу дәуірі. 1996 жылы Лоренцо Санс клубтың президенті болып тағайындалды. Оның басты мақсаты Реал Мадридті еуропалық аренада қайтадан көшбасшы ету еді. Санстың басшылығымен клуб жаңа ойыншыларға инвестиция құя бастады. Осы кезеңде клубқа Фабио Капелло бас бапкер ретінде келді. Ал құрамды күшейту үшін Давор Шокер, Предрак Мятович және Кларенс Зедорф сияқты жұлдыздар шақыртылды. 1998 жыл чемпиондар лигасындағы көптен күткен жеңіс. Реал Мадридтің 90 жылдардағы ең үлкен жетістігі 97-98 жылғы маусымдағы чемпиондар лигасын жеңіп алуы болды.
Бұл клуб үшін 32 жылдық үзілістен кейінгі алғашқы еуропалық жеңіс болатын, еурокубоктық жеңіс болатын. Финалда Реал Мадрид Италияның Ювентус клубын 1-0 есебімен жеңді. Жеңіс голының авторы Предрак Миятович. Бұл тарихи жеңіс Реал Мадридтің еуропалық аренадағы беделін қайта қалпына келтіріп, жаңа дәуірдің басталуына негіз қалады. 1999-2000 жылдар Галактикос дәуіріне жол. 1999 жылы клуб президенті болып Флорентино Перес сайланды. Ол өзінің трансферлік саясат арқылы Галактикос дәуірін бастауға дайындық жасай бастады. Перес әлемдік деңгейдегі ойыншыларды сатып алып, Реал Мадридті ғаламдық брендке айналдыруды мақсат етті. 2000 жылы Реал Мадрид тағы да Чемпиондар лигасын жеңіп алды. Финалда испандық Валенсияны 3-0 есебімен жеңіп, тарихында 8-ші рет УЕФА Чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды. Бұл жеңіс команданың жаңа 1000 жылдықтағы табысты кезеңінің негізін қалады десек те артық емес. Осы орайда мен де бір айта кетейін. Дәл осы Реал Мадрид Валенсия арасындағы матчты өзім кішкентай кезінде теледидардан көрген едім. Екінші голды соққан Стив Макманаманмен 2014 жылы Бразилияда өткен әлем чемпионатында фотоға да түскен едім. Мінекей осы бір атақты голын еске салғанымда, бұл менің карьерамдағы ең атақты голдардың бірі деген еді. Алға қарай қайшылап тұрып бисиклетамен соққы жасаған Стив Макманаман тура сол кезде Валенсияның атақты қақпашысы Канисарес, Сантьяго Канисаресті қапыда қалдырған еді. Өте керемет гол болған. Енді одан кейінгі тарихқа тоқталайық. Жетекші ойыншылар мен аңыз тұлғалар. 90-2000 жылдардың аралығындағы Реал Мадридтің басты жұлдыздары. Бұл Рауль Гонсалес, клубтың символы, Реалдың үздік гол бомбардирі, бүкіл әлемге танымал болды. Одан кейін Фернандо Ерро, команданың тұрақты капитаны және қорғаныстың тірегі. Давор Шукер, 98 жылғы әлем чемпионатының үздік шабуылшысы, Реалдың шабуыл шебінде жарқырап өнер көрсетті. Предрак Миятович, 98 жылғы Чемпиондар лигасының финалында жеңіс голын соққан жұлдыз ойыншы. Роберто Карлос, әлемдік футбол тарихындағы ең үздік сол қапталдағы қорғаушылардың бірі. Ал енді қорытынды айтатын болсақ, 90-2000 жылдар Реал Мадрид үшін қайта өрлеу және еуропалық футболдың шыңына оралу кезеңі болды. Бұл кезеңдегі табыстар клубтың 2000 жылдардағы Галактикос дәуіріне жол ашты. Клубтың тұрақты жетістігі мен үздік ойыншыларда тарту саясаты оны футбол әлемінің нағыз алыбына айналдырды. 90-2000 жылдардағы Галактикос дәуірі. 2000 жылдардың басында Реал Мадрид өзінің жұлдызды ойыншыларын сатып алу саясатын бастады. Бұл кезең Галактикос дәуірі деп аталды. Клубқа Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм сияқты әлемнің үздік ойыншылары қосылды. Осы кезеңде клуб 2002 жылы УЕФА Чемпиондар лигасын жеңіп алғандығын айта кетуіміз керек. Зиданның финалдағы таңғажайып голын енді әлі күнге шейін айтуға болады. Қазіргі заман, жаңа жетістіктер. 2010 жылдан бастап клуб жаңа дәуірге қадам басты. Жозе Мауриньоның басшылығымен клуб Испания чемпионатын және бірнеше жергілікті турнирді жеңіп алды. 2014 жылы Карло Анчелотти басқарған Реал Мадрид УЕФА Чемпиондар лигасын ұтып, клуб тарихындағы 10-шы кубокты Ла Дессиманы жеңіп алды. 2010-2018 жылдары Зинедин Зиданның басшылығымен клуб қатарынан 3 рет Чемпиондар лигасын жеңіп алып, тарихқа алтын әріптермен жазылды. Бұл кезеңде Криштиану Роналдо клубтың басты жұлдызы болып, команданың көптеген жеңістеріне үлес қосты. Реал Мадридтің мұрасы. Бүгінгі таңда Реал Мадрид әлемнің ең бай және табысты клубтарының бірі болып қала береді. Оның жанкүйерлері миллиондаған адамнан тұрады, тіпті миллиардқа жетеді. Ал клуб әрқашан жеңіс үшін күресуді жалғастырып келеді. 14 рет УЕФА Чемпиондар лигасын жеңіп алған Реал Мадрид футбол тарихында мәңгіге қалатын клуб екендігі сөзсіз. Реал Мадридтің Қазақстандағы да жанкүйерлері, фанаттары да күн санап артық келе жатқандығын айта кетуіміз керек. Әйтеуір бір күндердің күнінде Қазақстанның бір командасы Чемпиондар лигасында осы Реал Мадридке қарсылас атанып, Реал Мадрид қазақ даласына да
келіп қалатын шығар деген ойдамыз. Ол күнде Реал Мадридтің Қазақстандағы фанаттары да өте күшті сезімде болатын шығар деген ойдамыз. Клубтың тарихы осындай бай, клубтың трофейі де, стадионы да дәл қазір әлемдегі нөмірі 1 деп айтсақ та болады. Чемпиондар лигасында көптеген команда ойнайды, бірақ түбінде жеңіске Реал Мадрид жетеді деген нақыл сөз де содан қалған шығар деген ойдамыз. Жалпы Реал Мадридтің тарихын қазбалап айту қатты бір қиын емес те шығар. Ол жайлы ақпаратты интернеттен тауып алу да оңай емес. Кез келген адам іздеп қарастыра алады. Бірақ біз солардың ішіндегі ең маңызды деген, ең бір тағдыр шешті шешімдер деген және осы клубқа қатты әсер еткен адамдарды да ерекшелеп айта кеттік. Мінекей қадірмен достар, бүгінгі Реал Мадрид жайлы тарихымыз осымен тәмам. Енді одан кейінгі тарихты Реал Мадрид футбол клубы жазып, жаңа трофейлерді жеңіп болғаннан кейін біз тағы да бір тарихи Реал Мадрид жайлы видео шығаратында шығармыз. Өткен жолы біз Тараз футбол клубы және Манчестер Юнайтед тарихы туралы айтқан едік. Ал келесі жолы біз қай клуб туралы айта кетейік? Сіздер оны да комментарийге жаза кетіңіздер. Ал Аладоп YouTube арнасы осындай үлкен клубтардың тарихын айтып болғаннан кейін футболшылардың да тарихын айтатын болады. Ендеше қадірмен достар, бүгінгі студияда болған мен Ермұхамед Мәулен, Аладоп YouTube арнасына тіркеле кетіңіздер. Сау, сәлеметте болыңыздар, қадірмен ағайын. Ал осы жерде айта кетуіміз керек, қадірмен достар, біздің осындай тарих жайлы там-тұмдап беріп жатқан ақпараттарымыз, қызықты видеоларымыз фондағы достарымыздың арқасында шығып жатыр. Олар жайлы қызықты акцияларды, бонустарды сіздер осы видеоның астында тіркелген сілтеме арқылы көре аласыздар.